Қайырлы күн, құрметті көрермен. Калькасы қазақ тілі жобасының бүгінгі қонағы Емин Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды зерттеу университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Әділова Алмагүл Советқызы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Ең алдымен қояр сұрағым, қоғамда калька неге қалыпты болып кетті? Бұл бір қиын мәселе, себебі біздің қазіргі бүкіл қолданып жатқан бұқаралық ақпарат құралдары қолданып жатқан ғылыми әдебиет, жалпы басқа әдебиеті осы калькадан тұрады десек болмайды, себебі көптеген біз алып отырған деректердің біразы осы аударма мәтіндер. Аударма мәтіндерде жаңағы тілдің қисынына сәйкес, жаңағы логикаға сәйкес қосымша тілдік құралдарды іздеп жату уақыт алады, қиындық тудырады, және әр аудармашының өзіндік ішкі ұстанымдарынан хабар беретін кейбіреулері дұрыс кәдімгідей қазақ тілінің заңдылықтарына сәйкес аударуды көздесе, екінші біреулері жұмысты тез аударып жаңағы тапсырма берілетін адамдарға берсе болды, немесе қайтаруды көздейді. Басты нәрсе сол аударма. Аударма және жаңағыдай енді жалпы тіл мәдениетінің кемуі. Себебі бұрынғыдай біз көп кітап оқымаймыз, жаңағыдай көркем әдебиетті оқымаймыз. Одан кейін біздің бұрынғы қазақ қоғамында жиі кездесетін шешен сөйлейтін адамдардың көпшілігі осы біздің бұқара халыққа таныс емес. Сол себептен олардың сөздері де, жалпы бұрынғы шешендік сөздерде кездесетін жаңағыдай импровизация, әдемілік, әсерлік, бейнелілік дегендер біздің қазіргі тілімізде біртіндеп азайып бара жатыр. Келесі сұрағым, калькадан келер қауіп қандай? Әрине қауіпті құбылыс бұл калька деген. Себебі калькамен ойлаған адамның жаңағы тіл мәдениеті, жалпы қазақ тілінің заңдылықтарын ұмытуы қалыпты жағдайға айналып кетеді. Сол себептен кальканы әрине болдырмауға тырысамыз. Енді ғалымдардың айтуынша кальканың да бірнеше түрі бар ғой. Сол лексикалық, синтаксистік осы аталған заңдылықтарды біртіндеп немесе үнемі өзінің сөйлеуінде, жазуында сақтап отырса, содан кейін әр жазған, айтқан, сөйлеген сөзіне жауапкершілікпен қараса, әрине калька болмайды деген ойдамын. Жақсы, калькадан арылу жолы жайлы айтып кетсеңіз. Калькадан арылудың жолдарын енді менің ойымша әркім өз мүмкіндігіне, өз деңгейіне қарай шешеді. Себебі кейбір адамдар мысалы үнемі жазу, сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға тырысса, және оны түрлі ғылыми әдебиет, көркем әдебиетті оқу, жаңағы сөз өрбітілі жазушылардың шығармаларын оқу арқылы жетілдірсе, әрине калька болмайды деген ойдамын. Бірақ қазір мынау жылдамдығы жоғары технологиялар, сол сияқты уақыттың тапшылығы сияқты мәселелер осы біздің классикалық әдебиетті, жалпы көркем әдебиетті оқып отыруға көп жағдайда мүмкіндік бермейді. Сол себептен кез келген оқырман, сөйлеуші, жазарман, өзінің көз алдында тұрған, тұрақталып қалған, қалыптасып қалған тілдік құралдарды, тілдік бірліктерді ала салуды немесе қолдана салуды жөн көреді. Калькадан арылуға әр адамның ішкі жауапкершілігі негізгі басты міндет деп ойлаймын арылуда. Ал әрине ғалымдар, журналистер, сол сияқты өздеріңіз сияқты қоғамдық негізде қызмет атқарып жатқан түрлі
мекемелер, жазармандар, ғалымдар, журналистер, жалпы тілге жаны ашитын кез келген адам жаңағы қазақ тілінің заңдылықтарын сақтауға тырысып өзінің тіл мәдениетін жетілдіруге ұмтылуы қажет. Яғни бұған осы бұқаралық ақпарат құралдарында, түрлі әлеуметтік желілерде кездесіп жататын тілдік серкеуліктерді, қате қолданыстарды көрсетіп жүрген ғалымдар да, тіл жанашырлары да көмектесе алады деген ойдамын. Тек оған әр адамның өзі ішкі ұмтылысы, ішкі жауапкершілігі болып, сол тіл жанашырларының, ғалымдардың пікірлерін басшылыққа алғаны жөн деген ойдамын. Ал осы калька аударманың тиімді тұстары бар ма? Болады деп ойлаймын енді. Әрине менің бұл пікіріме көп адамдар келісе қоймас. Себебі жалпы калька дегеннің өзі жақсы нәрсе емес деп біз солай деп бағалаймыз. Ал тиімді болатын себебі бұл коммуникацияны жеңілдетуге және жеделдетуге мүмкіндік береді. Әрине бұл көп жағдайда ресми құжаттарда, сосын ғылыми мәтіндерде осы калька қолданыстар өте көп кездесетіні енді жасырын емес, және бұл үрдіс әлі де жалғасады деген ойдамын. Жаңағы айтып отырғандай, кейбір калькамен терминдер, яғни белгілі бір бұрыннан жоқ құбылыстарды нақты атау қалыптасқан. Және ол дұрыс та, өйткені жаңағы белгілі бір нәрсені жаңадан ойлап табу жаңа атау керек. Әрине бұл орайда енді түрлі концептуалды метафоралар бар, оны біз жоққа шығара алмаймыз. Мысалы, мынандай гуманитарлық кездесетін, мысалы, мәдени ошақ, егіншілік өрісі деген, одан кейін мәдени көкжиек деген сөздердің барлықтары бұлар кәдімгі калька. Бірақ қазіргі кезде біздің қазақ тілді гуманитарлық ғылымдарда осы концептуалды метафора ретінде қалыптасты, орнықты. Оны қазір бәріміз қолданып жүрміз. Халыққа да қолданып. Жақсы. Ал енді өзіңіз калькасыз қазақ тілін қалай елестетесіз? Әрине мүмкін емес олар. Жоқ, калькасыз қазақ тілі бұрынғы біздің бес шешендеріміздің сөзі арқылы мен елестете аламын. Бірақ жаңада айтып кеткендей, түрлі технология дамыған заманда, түрлі техника дамыған заманда біз енді 18-19 ғасырдағы тілдік бірліктердің бәрін бірдей қолдана аламыз деп айта алмаймын. Заман талабы сәйкес келмейді. Енді бір жағынан айтып отырмын ғой, бұл пікірге көп адам келісе қоймас, бірақ дегенмен шынында да солай, заман талабына сәйкес біз енді мүлдем калькасыз қазақ тілін елестете алмаймыз деп айта аламын. Белгілі тіл жанашыры Назгүл Қожабек мен қазақша таза сөйлейтін адам деп, калькасыз сөйлейтін адам деп пікір білдіріпті. Осы пікірмен келісесіз бе? Мен жаңа пікірімді айтып кеттім. Негізі мен бұл пікірмен келісе алмаймын, өйткені таза қазіргі заманда калькасыз қазақ тілінде. Енді калькасыз қазақ тілінде сөйлейтін адамдарды кездестіру қиын болар, және ол қай салада қызмет ететін, немесе қандай өндірістік бір белгілі бір үдерістерде қызмет ететін адам, немесе белгілі өндірісте қызмет ететін адам, ол калькасыз сөйлей алмайды. Сондықтан
енді әркімнің пікірі өзіне маңызды. Бірақ бұл менің бұл пікіріммен, яғни мүлде калькасыз қазақ тілін елестете алмаймын деген пікірден кальканы азайту, сосын калькадан құтылу жолын іздемеді деген пікір тумауы тиіс. Иә? Менің ойымша. Бірақ қалай дегенмен де, енді біз әр адам осы калькасыз сөйлеуге, калькасыз ойлауға ұмтылуымыз қажет. Бірақ дегенмен де жаңаға аталған түрлі салалардағы түрлі өзгерістер көп жағдайда бұған мүмкіндік жетпей бермей жатса, оны енді біртіндеп жоюды да мақсат ету керек, жоюға да ұмтылу қажет. Оған енді көп болып кірісу керек. Тұшымды жауабыңызға рахмет, Алмагүл Советқызы. Қазақ тілінде калькасыз таза сөйлейік. Қош сау болыңыз, көрермен.